Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін қазақ тілі сабағын жалғастырамыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты диалог, монологтерді, ән мәтіні, хабарлама, жарнама, хабарландыру, көтерілген мәселені түсіндіру. Екінші, жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану, сөздерді тұлғасына қарай ажырату. Сабақ басталмас бұрын мына бейнероликті тамашалаймыз. Сарыағаш ауданы мәдениет саласының жеткен жетістігі аз емес. Өздеріңіз білетіндей өнерпаздарымыз облыстық, республикалық байқауларда биік тұғырлардан көрініп келеді. Бұл әрине біріншіден ауылдық округтердегі мәдениет үйлерінің, үйірмелерінің жемісі. Жас таланттарды қанаттандырып жүрген үйірме жетекшілері мен қатысушылары халық алдында есеп берді. Толығырақ тілші материалында. Жемісті ауылдық округіндегі мәдениет үйіне 8 ауылдық округтың өнерпаздары келіп, өз өнерлерін паш етті. Бәрі де үйірмелерге қатысып, өнердің қыр-сырына қанық болғандар. Бүгінгі өткізіліп жатқан іс-шараның мақсаты әр мәдениет үйінде өзі үйірмелер жұмыс істеп жатыр ғой. Сол үйірмелерді біз қорытынды жылдық есеп береміз. Өзіміздің ауылымызға. Одан ауданнан арнайы әдіскерлер қатысады. Сол жерде есепті концерт жүргіземіз. Қанша үйірмеміз бар, қалай жұмыс істеп жатыр, ауылдың тұрғындарын шақырып, сол концерттік бағдарлама береміз де, соның ішінен аудандық жаңағы әдіскерлер жақсы көзге түскендерін теріп алады да, енді аймақтық 8 ауыл округінен қазір өнерпаздар келіп жатыр, теріп алған. Осы жерде енді біз 8 аумақтық есептік концерт берейін деп жатырмыз. Үйірменің үйретері көп деп аталған іс-шараға бас-аяғы 200 өнерпаз қатысты. Кішкентай балдырғаннан бастап ақ кимешек киген аға-әжелерге дейін сахнада тұрып көпшілікті өз өнерлерімен баурап алды. Әсіресе құрамы 75 өнерпаздан тұратын хор үйірмесінің әншілері қалың көрерменді әуезді әндермен жанды баурап алатын керемет дауыстармен таңғалдырды. Бақытты балалық хор үйірмесі. Бұл хор үйірмесіне 14 жылдай болды. Хордың құрамында 75 оқушы бар. Бірыңғай қыздар хоры. Бұл хорыммен мен мақтан аламын. Өйткені түрлі байқауларға, аудандық, облыстық байқаулардан жүлделі орындар алып келіп жатырмыз. Бірақ алдымызда келе жатқан тәуелсіздік мерекесіне орай шақырылған, жоспарланған концерттерге келіп, осы халықтың мерекелік көңіл күйлерін көтеру үшін өз үлесімізді қосамыз. Әртүрлі 2 дауыста, 3 дауыста әндер айтып, балаларды сергітіп бір шетінен. Осы бейбіт Қазақстан елі ары қарай өркендеп, өніп, өсіп, дамып жатыр. Соған бір осылай бір мәдени жағынан үлесімізді қосып жатқан жайымыз. Сахнаның сәнін айналған өнерпаздарға қарап, үйірмелердің жеткен жетістігі зор екенін аңғардық. Жасын Әлібеков, Дінислам Тәліпбай, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі. Егер бейнероликті көріп болсаңыздар, келесі сұрақтарға жауап берейік. Сенің мектебінде қандай үйірмелер бар? Саған үйірме қатысқаны ұнай ма? Үйірмеге нешінші сыныптан бастап қатысып жүрсің? Егер сұрақтарға жауап берсеңіздер, келесі сұрақ: не үшін мен осы бейнероликпен сұрақтарды қойып отырмын? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз үйірмеге байланысты. Яғни бүгін сабақтың тақырыбымыз үйірменің үйретері көп. Кітабымыздың 58-ші бетті ашамыз, бірінші тапсырманы орындаймыз. Мәтінді оқып, ат қойыңдар, мәтінде көтерілген мәселе бойынша өз ойларыңды ортаға салыңдар. Яғни балдар, мәтінді оқып болған соң, мәтінге ат қоямыз, сонымен қатар көтерілген мәселе бойынша өз ойларыңды жинақтайсыңдар. Ал екінші тапсырма, мәтінде қою қаріппен берілген сөздерді тұлғасы мен құрамына қарай ажыратып дәптерге жазасыңдар.
Біз өткенде әдеби тілік нормаларды өттік. Сөздерді біз құрамына қарай дара және күрделі екіге бөлдік. Дара сөздер дегеніміз бір сөзден жасалған сөздерді айтамыз. Күрделі сөздерді екі немесе одан да көп сөздерден жасалған сөздерді күрделі сөздер дейміз. Дара сөздердің өзін біз туынды және негізгі сөздер деп екіге бөлдік. Осыған қарап тапсырманы орындаймыз. Мысалы, бірінші қойғы әріппен жазылған сөзіміз орталыққа. Орталыққа бұл дара сөз бе және күрделі сөз бе? Әрине дара сөз. Дара сөздің ішіндегі негізгі ме жоқ туынды ма? Әрине туынды. Не үшін? Өйткені оның түбір орталық жұрнақ. Сол үшін ол туынды сөзге жатқызамыз. Ары қарай осылай сөздерді бөліп ажыратып жазамыз. Екінші тапсырма. Берілген сөздерді түрлеріне қарай топтастырамыз. Яғни біріккен, қос сөз, қысқарған сөз, тіркесті сөздерге қарай ажыратып жазамыз. Алагеуім, ақшам, километр сағат, сүт пісірім, бейуақыт, қас-қағым, таңсары, тал төс, елең алаң, бие сауым, хау. Яғни осы сөздерді қайсына тиесілі екендігін теріп жазамыз. Келесі тапсырмамыз балалар мен жасөспірімдерге үйірмеге қатысудың пайдасы түсіндіру мақсатында жарнама жазасыңдар. Жарнама жазған кезде жарнаманың ережелерін сақтаймыз. Ал тапсырманы орындап болған соң үйге тапсырма. 6-шы жаттығу эссенің кіріспе негізгі қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, оқуда табысқа жету үшін не істеу керек тақырыбында эссе жазасыңдар. Эссенді құрылымын сақтай отырып, тақырыпқа негізге ала отырып жазамыз. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сонымен қатар кері байланыс жүргізейік. Сабаққа қандай мақсат қойылды? Біз сабақ мақсатына жеттік пе? Сабақ мақсатына жетуде қандай қиындықтар туындады? Ал балалар, сұрақтарға жауап берсеңіздер, тапсырма орындауға көшейік. Тапсырманы уақытылы маған жіберіңдер. Көріскенше сау болыңыздар.